келесіздер. Өйткені алдында осындай бір ұсыныстар болған, біраз өзіңізге макияж жасап түсіріңізші деген, және де тағы бір ұсыныс болған бет күтімі жайлы. Соған мен осы екі видеоны қосып бірге түсіргім келіп отыр. Қазір видеоның басында өзімнің бет күтімім туралы айтқым келеді. Тек қолданатын заттарымды көрсетем. Мен жаңа алдын ала бетімді жуып, осылармен дайындалып қойғанмын. Біріншісі бізде мынадай Herb Day The Face Shop деген кореялық фирма. Содан ішінде алоэ қосылған гель бетті жуатын. Осымен бетімді жуам, су қосып, көпіршіктен. Өте жақсы, маған ұнайды. Менде мынаусы жаңа, әлі қолданған жоғым, және де басқа ваннада тұрған ескісі бар. Ол мүлдем іші бітіп қалған. Анан қысып, сондықтан мен мынаны көрсетіп отырғанмын. Бұны әлі қолданған жоғым. Әдейі екеуін алып қойғанмын бірден. Акция болған оларда, сондықтан екеу алғанмын. Кейін келесі мынандай жағам. Ол да сол фирма The Face Shop'тан календула мен тоник сияқты. Мынандай құрамның крем емес, кәдімгідей су сияқты. Және лосьон, бұл лосьон. Бұны мен сәл қолданам, ондай көп емес, әлі толық, шамалы, жақсаң жеткілікті. Және де осы календула екеуі бірге сатылған. Мынау соның кремі, бұл да календула мен бұл кремі. Анау лосьоннан кейін оны сүртпейсің, бетінен сырабықтен крем жағасың. Жалпы календула андай қасиеті бар ғой, бетті шамалы қызарғанды басатын сондай. Өйткені мен бетім жалпы андай өте проблемный дейді ғой. Мен кішкентай кезімнен сондай болғам, жалпы кішкентай емес, сол 13-14 жасымда, мүмкін есейе бастағанда, сол менде көптеген андай прыщ дейді ғой, бесеу дейді ма, сондайлар шыға беретін. Әлі күнге шейін сондай, былай қарап тұрсаң, тәтті жесең, мысалға көп тәтті, немесе көп ащы, немесе қуырылған көп жесең, сондай шығып кетеді. Мына жерінде мысалға менде шығып тұр. Сосын терім андай құрғақ емес, өте майлы да, мүмкін содан шыға беретіндері. Жалпы мен жаңа бетіме мынаны жағып қойғанмын, Yves Rocher'дің BB кремін. Көп жаққан жоғым. Жалпы BB крем тоналка сияқты емес қой, бетті қатты не істемейді, қаптап тұрмайды да, пленка сияқты болып тұрмайды. Сондықтан да маған бір жағынан ұнайды. Тональный кремдар ұнамайды, өйткені бетте түрлі бір көрініп тұрады да, жақсаңда былайынан ақтанып, сөйтіп, білмеймін, ұнамайды маған. Маған осы BB кремдар ұнайды. Және қазір менің косметикаларым мына кішкентай неге сиді, косметичкаға. Осының ішінен алып. Және де мен айна алған жоғым, өйткені мынау мен телефонға түсіргенде фронталдық камерасына түсірем ғой. Сондықтан да мен өзімді былай көріп отырмын да, қазір мысалы мен өзіме қарап отырмын. Сондықтан да мен осыған қарап бірден
білетін шығарсыздар, мынау косметикалардың барлығын мен сол видеоларымда көрген боларсыздар. Макияж деген видеоларымда. Және мен бірден айтып қояйын, мен профессионалды қандай визажист немесе бьюти блогер емеспін. Қатты күшті боянамын деп айта алмаймын. Кәдімгі видеолар болады ғой ютубта, жалпы инстаграмда профессионалдық визажисттер тоналка жағып бетіне андай контур сызып кәдімгідей былайынан сөйтіп боянып жатады ғой. Мен олай бояна алмайды екенмін, мүлдем. Менде оған контур ештеңе жоқ та. Маған бір жағынан ұнамайды ондай қатты. Бетін кәдімгі сызып тастайды ғой, былай мына жерін, мұрнын, мынау бүкіл маңдайын. Келесі қасымды бояйым. Қасым мынадай, бұны да көрген боларсыздар, пупаны кремі. Түсі қоңыр, dark brown дейді ғой, қара қоңыр. Мынадай несі бар, мынадай қисық кисточками. Мына жағында бұл жалпы қасты тарауға арналған әуден, бірақ мен бұл кисточканы растушевка жасау үшін қолданамын былайына. Жалпы кішкене қадыралай. Бір жағынан айнасы былай қиын екен, бірақ Жамал үндемей отырмай бірдеңе айту керек шығар, білмеймін, кейде бірінші реттен болады, кейде болмай қалады да. Осылай видео түсіргенде әрине болмай қалады. Мүмкін видео тым ұзақ болып жатса, монтажбен мүмкін алып тастарым керек емес. Айна болмағасын. Бірақ көре жатармыз, кейде айтады, ұзақ видеолар керісінше ұнайды, ұзақ қылып түсіріңізші деп. Осылай мен не жасаймын, растушевка қылып. Кейде мүмкін қатты бояп жүрген жерлерін қисық сияқты. Қас болды монтаждың көмегімен. Былайынан камераға қарап түсірген ыңғайсыз екен. Келесі көзімді бояйым.
көздің шет жағына қоям да былай бояй бастаймын. Ұшынан қоямыз да сосын былай растушевка. Сосын байқаған шығарсыздар, мен көзім мына жағына дейін, басына дейін апармаймын. Өйткені ол жағын ақтау түспен бояймын. Маған ұнайды бас жағы шамалы түсі ашықтау болып тұрғанда. Қазір мен көзімнің астындағы да мынау түс емес, одан да қаралау түспен бояғым келіп отыр. Жалпы осындайды smoky eyes дейді ма? Smoky eyes. Smoky eyes. Қаралау түс. Осыны да білесіздер ме? Мен бояғым келіп отыр. Үстіңгі жағынан алдыңғы түс онша қара емес сияқты екен. Шамалы ашықта үстіне шетіне қойып. Мен әдетте осы түспен бояйтын тұғымын. Бүгін ойлаған басқа түсті көрейін ба деп, ондай қатты қаралау емес. Алдыңғы жағындағы ақыт. Білмеймін, мүмкін сіздерге бұндай макияж ұнамайтын шығар. Әркімнің өзінің несі, вкусы дейді ғой, енді бар. Келесі туш. Мен алдында қызым туған күні болғанда наращивание жасатқанмын ғой. Содан байқап тұрған шығарсыздар. Қалған кірпіктер әр жерден былай шығып тұрады. Өйткені қазір ешқайда шыға алмайсың ғой, карантин. Сондықтан коррекцияға да бара алмайсың. Осылай барлығы енді түсіп кетсе.
өздеріңіз жасатасыздар ма осындай наращивание? Мен бұрын жұмыс істеп жүргенде өте жиі жасайтынмын. Өте ыңғайлы да, тұра саласың да, сен дайынсың былай айтқанда. Тек қасымды бояйын былайынан. Жұмысқа барарда ондай қатты боянудың керегі жоқ. Бірақтан әрине әр ай сайын неге барып тұрасың? Коррекцияға. Әйтпесе осылай түсіп қалса, әдемі болмай қалады. Мен қызығам осындай адамдар болады ғой. Өздерінің кірпіктері табиғи, ұзын, осындай қалың. Менің кірпіктерім ондай емес та. Ай, білмеймін не болған. Енді помадаға жеткен сияқтымыз. Мен екі помада жағам. Мынау блеск, мынаусы помада. Ифрашидан түсі өте ашық, розовый. Мен видеоларда осыны бояп. Айтпақшы бір ұсыныстар болып еді осындай. Помада жағып сүрініш деген. 100 слой, сондай ау деймін. 100 слоев помады деген. Ол бірақ ASMR болмайды, ол челлендж сияқты болатын шығар, е. Мен челлендждарға жоқпын, шын айтсам, ондайлар түсіре алмайды екенмін. Білмеймін, ол бірақ ASMR ретінде түсірсе егерде ондай дауыстар, дыбыстар шығарып. Көре жатамыз, мүмкін түсірем. Болады түсіруге. Менде әртүрлі блесктар бар. Оған именно не керек шығар, я осындай мынадай помада емес, кәдімгі блеск керек шығар оған. Но бірақ менде бітейін деп жатыр. Осыны айтма.